жекпе-жектің қақ ортасына келді. Тамаша. Және жалғастыра беру. Привел свой оппонент в партер. Да, это не такой полноценный тейкдаун, но тем не менее. Стоп! Хватило двух ударов. Нурғожа мана. Екі-ақ соқты, бірақ дәл тиді, көрдіңіздер. Ковалевскийді дауласып жатқан жоқ. Қандай жағдайға тап болған түсініп отыр. Нурғожа Манаптың мықтылығын, Манаптың жеңісін мойындады. Қатарынан екінші жеңіс. Нурғожа Манаптың үлкен спортқа қайтып оралғаннан кейін осы жылы міне үшінші жекпе-жек және қатарынан екінші жеңіс. Дәл осындай тартысты жекпе-жектен бізде Алаш Прайд 101 турнирде басталып кетті, құрметті көрермен. Алда әлі 12 айқас бар екенін естеріңізге сала отырайық.